Армысың асылдым. Қазір кішкентай бөпелер тамақтар ұстап, ангина көбінде іріңдеп тамақтан ұстап жатыр. Үлкендер болсын. Енді көп енді қазір шілденің кезі ыстық, кондер қосады. Ол енді түсінікті, бірақ инфекция жүріп жатыр, вирус жүріп жатыр. Сондықтан бірден бір көмекші, енді әрине дәрігерге жүгіреміз, бірақ ол дәрігер үйіп-төгіп қымбат бірдемелер жазып береді. Білмеймін, мен өзім сондаймын, сондықтан көбіне жазған рецептіне бүйтіп қараймын да, аха деймін да, сонымен өзім соған қарап соған болжап қалтама қарап аламын. Енді мен фб-лікте болғаннан кейін бізде мына бір цитрактив деген бар. Грейпфруттың ішіндегі жаңғағының сығындысы не ішінде бір экстракт дейді ғой. Бұл не істейді? Тағамға биология құрамы, енді қазақша оқиықшы. Табиғи биологиялық белсенді іс дәрумен қосымша көзі ретінде құрамында дейді. Құрамы глицерин, май бар екен. Су дейді, грейпфрут дәнінің сығындысы, дұрыс айтыппын ғой. Натрий аскорбонаты, калий сорбаты, натрий бензол консервант қолдану дейді, 25 тамшы дейді, 2 рет дейді. Мен апайымнан сұрап едім, 1 кило, мысалы қанша салмағыңыз қанша? Мысалы мен 61-мін ба, онда 60 тамшы, 1 килоға 1 тамшы тамызасын деді. Енді мен 60 тамшы ішуге бір түрлі болдым да, 25-30 тамшы, қызыма 10 тамшы бердім. Енді люголя бәрін жағып жатыр қой, енді іріңнің бәрін алып, бірақ мынауда енді қосымша иммунитет көтерсін, сосын вирус, инфекцияның бәрін құртсын деп қосымша беріп жатырмын. Табиғи қоспа дейді, мына жақта орысшасы керек емес бізге. Россия дейді. Сол бағасы бір кереметтей қымбат емес, орташа баға. Дәмі қышқылдым, әшшілеу дейді, білмеймін. Тамыздым, алдым да іштім. Дәрі, тәтті емес, былай ащы да емес, әйтеуір. Білмеймін, маған ұнады. Қызымды басын көтерді, кешегіден қарағанда қайта жақсы. Сондықтан осылай емделеміз.